Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Ушинский атындағы орта мектебі 7-ші сынып география пәні мұғалімі Абдыхалықов Бақтияр Сарғаубаевич. Сабақтың тақырыбы табиғи ресурстардың жіктелуі. Сабақтың мақсаты табиғи ресурстардың жіктелуі, негізгі кен орындары туралы біледі, оларды картадан көрсетеді, табиғи ресурстарды игерумен байланысты туындаған мәселелерді шешу бойынша жұмыс істей алады. Негізгі ұғымдар: табиғи ресурстар, табиғи ресурстардың классификациясы, сарқылатын және сарқылмайтын табиғи ресурстар, қалпына келетін және қалпына келмейтін табиғи ресурстар. Табиғи ресурстар дегеніміз адам қоршаған ортадан алатын, өмір сүруіне және шаруашылығына қолданатын табиғат элементтері. Табиғат ресурстарының жіктелуі. Табиғи ресурстар сарқылатын және сарқылмайтын болып екі топқа бөлінеді. Сарқылмайтын ресурс: күн энергиясы, жылу энергия, жарық энергиясы, жел энергиясы, дүниежүзілік мұхит энергиясы, аққан су энергиясы, фотосинтез энергиясы, геотермиялық энергия жатады. Сарқылатын: қалпына келмейтін, біршама қалпына келетін, қалпына келетін болып ажыратылады. Қалпына келмейтіндер: мұнай, газ, көмір, ядролық отын, құрамында металы бар рудалар, құрамында металы жоқ руда шикізаты, рудалық емес материалдар. Біршама қалпына келетіндер: су ресурстары, атмосфералық ауа жатады. Қалпына келетіндер: орман, топырақ, табиғи өсімдік әлемі, атмосфералық оттегі. Бірінші тапсырма: мәтінде берілген ақпаратқа сүйеніп, кескін картаға Қазақстандағы минералды ресурстардың таралу аймақтарын белгілеңіздер. Тапсырма дескрипторы: мәтінде берілген ақпаратқа сүйеніп, Қазақстанның минералды ресурстарын кескін картаға түсіреді. Екінші тапсырма: Қазақстанның қандай аймақтарында табиғат ресурстары жақсы игерілген? Тапсырма дескрипторы: атлас картасын қолданып, Қазақстандағы табиғи ресурстардың орналасуын анықтайды. Сабақ соңында сөйлемдерді аяқтау арқылы рефлексия. Бүгін сабақта алған білімді мен қайда қолдана аламын? Бүгін мен үшін не қызықты болды? Мен қандай сұрақта қиналдым? Осылай сабақты қорытындылаймыз.